тұншығып қалды ғой, сыртқа шықпай. Ол сәйкесінше енді біраз жылдар өткеннен кейін, енді 9 жас, қазір 11-ден асып кеткен. 2 жылдан кейін ол бәрібір де тән арқылы сыртқа шығып жатыр. Қыз бала не істеп отыр? Ұрлық жасап жатыр. Ұрлық жасағанда қыз бала не істейді? Іштей өзін кінәлайды, іштей жеп қояды. Бекер жасадым деген сияқты. Өзінің дұрыс емес істегенін біліп тұр. Бірақ оны осознанно, саналы жасап тұрған жоқ, бейсаналы түрде жасап тұр. Не үшін жасап тұр? Іштегі кінәлау сезімі триггер болып тұр. Яғни кінәлау сезімі іске қосып тұр. Сол сөйтіп ұрлық жасатуға итермелеп тұр. Онымен жұмыс жасадық, кешірім техникасын жасап, іштегі сезімдердің бәрін шығарды, жылады, ағасына босаттық, сезімдерді шығарып, сосын қыз бала өте керемет көңіл күйде кетті. Үйге тапсырмалар бердім. Одан кейін мен ол клиент туралы ұмытып кеттім. Одан кейін маған 2-3 аптадан кейін анасы өзі жазды. Қызы өте жақсы жаққа өзгеріп жатқанын, қызы ашылғанын, анасымен сөйлесіп